Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза, біз Шымкент қалалық полиция департаменті патрульдік полиция полкының жеке құрамы 4-8 рота инспекторлары ішкі істер саласында жұмысқа кірген күннен бастап халықтың тыныштығы үшін күшейтілген күн тәртібінде үздіксіз қызмет атқарып келдік. Бізден рота командирлері Әлімханов және Мырзалиев мырзалар қысыммен ақша жинау фактілері болды. Яғни рота командирлері ақша алып отырды. Осы бойынша үстімізден іс қозғалып, ақталмайтын негізбен қысқартылды. Біз пандемия және қаңтар оқиғасы кезінде халықтың тыныштығын сақтап қалуға, қиын қыстау күндері отбасымызды тастап, өмірімізге қауіп қатерге тігіп, қызмет атқардық. Сізден сұранарымыз осы ішкі істер саласында қызметте қалуды сұранамыз. Біз елге адал қызмет етеміз деп ант береміз. Президенттің атына жасалған видео үндеулеріңізді әлеуметтік желіге жарияласам болады ғой?